Саламатсыздар ма, Серке сайтының көрермендері? Бүгін біздің студиямызға халық дабыл қозғалысының төрағасы Кенесары Қаптағай мырза келіп отыр. Кенесары мырза, жалпы қазір халық дабылы қозғалысының үні шықпайды, сіз де көрінбейсіз. Сіздердің жұмыстарыңыз не тоқтады ма, не болды? Осы туралы айтсаңыз. Рахмет. Осы қозғалыстың төрағасы мысалға Сабыржан Махмет кезінде өзінің спорт қызметтеріне ауысып кетті. Ал енді қозғалыстың төрағасы болатқан Тайжан марқұм болып кетті. Айсұлу Қадырбаева басқа қоғамдар ашып сонымен кетті. Соныменен халық дабылы менің былайша айтқанда басшылығымда жүрді. Бірақ алайда мен де қатты ауырып, асқазан рагы шығып, екінші стадияда оны алып, сонымен 3 жыл төсек тартып жатып қалдым мен де. Соныменен қозғалыс әрине басшылықсыз қалғаннан кейін біраз тоқырау болды. Бірақ қазір жігіттер көп телефон соғып, міне бүгін өзің сияқты осы қозғалыстың жандануын, оған өздерінің үлестерін қосатын айтып жатқан жігіттер көп. Менімше, жаңа қазақ мәселесі шешілмей тұрғанда ұлтшылдық қозғалыстар тоқтамай жандана береді, жаңа ұлтшылдар шыға береді. Неге десеңіз, бұл мәселе шешілмей, шешімін таппай тоқталмайды ұлтшылдық қозғалыс. Кенесары мырза, жалпы сіз кезінде осы телеарналардағы қазақ тілінің үлесі туралы мәселе көтеріп, бірнеше телеарнаны сотқа бердіңіз. Содан бір қандай да бір нәтиже шықты ма? Телеарналардағы қазақ тілінің көрсетілім үлесі ұлғайды ма? Әлде ешқандай өзгеріссіз қалды ма? 2 жылға жақын соттасқанда, жаңағы 8%-дан 38-40%-ға шейін қазақ тілінің үлесін телевидениеда орнаттым. Ол үшін жаңағы 14-15 жыл тостық, содан кейін соттасуға тура келді. 31 каналмен, Евразия ортымен, КТК-мен, барлық каналдармен, олардың әрқайсысы жеке-жеке заңды тұлға болғандықтан, оның бәрімен бірдей соттаса алмайсың. Әрбір заңды тұлғамен жеке-жеке соттасасың. Соныменен 2 жылдай уақытым кетті. Бірақ ол үлкен жеңіс болды. 2 жылдан кейін жағдайдың бәрі өзгерді. Барлық телеканалдарға қазақтың қыздарын, жігіттерін жұмысқа алды. Үлкен бағдарламалар ашылды. Сондай оның ол соттасуымның үлкен себебі қазақ халқына пайдасы тиді. Ол енді менің жеке шаруам, азамат ретінде өзім жеке соттастым. Біздің ұлт патриоттары қазіргі билікке оппозиция сияқты. Бірақ бір қызығы, бұлар оппозицияға қосылмайды. Неге сіздер мысалға оппозициямен бірлесіп, осы билікке бірге талап қоймайсыздар? Қазақ еліндегі оппозициялық күштер осы қазақтың тілі керек, мұсылман діні керек, қазақтың салт дәстүрі керек, қазақтың ұлтының мәселесі шешілу керек деп бір митингі сұрады ма? Телевидение, радио, газетте қазақша мектеп ашты, балабақша, міне қазақ мәселесін шеш. Осы үшін, қазақтың салт дәстүрі үшін, қазақ тілі үшін, қазақ халқы үшін, ол жер бетінде сақталып қалу үшін, қазақ елінің мәңгілігі үшін күресу керек қой. Назарбаев кеткеннен кейін ғана күресеміз деп, оппозицияның айтқанынан мен. Тағы да 20 жыл отырады ол кісі. Ол кісінің кейін Иманғали келсе, ол тағы да отырады. Сонда қазақ мәселесін шешпей, басшыны ғана құлатамыз деп айғайлап отыра беруіміз керек па? Сонда жалпы оппозицияның ұстанып отырған позициясы мен ұлтшылдардың позициясы бірікпейді ғой. Бір ешқашан келмейді. Мысалға Болат Абилов қазақ тілі, мемлекеттік тілге қарсы ультиматум қойып, үкіметке қарсы ультиматум қойып шығады, айғайлап. Мемлекеттік тіл орыс тілі болу керек деп. Мен сонда оның соңынан еруім керек па? Оппозициямен 15 жылда, 20 жылда менен бір интервью алып, бір ұлтшылдан ұлт мәселесін жазбайды. Жоқ, өзіне керегін ғана жазады. Сен Назарбаевты жамандасаң ғана сөйлетеміз сені газеттен дейді. Осы қалай енді сонда? Маған оны жамандайын ба, жамандамайын ба, оған қарсы шыған ба, шықпайын ба? Маған ұлт мәселесі керек. Қазақтың мәселесі шешілу керек. Мен осыны айтсам, сені сатып алған үкімет. Сен үкіметтің нацпатриотсың, сен шақанып бәрің үкіметке сатылғансың дейді. Оның кейін айналасына жүріп кетесің. Қанша митингіне барып қолдайсың, ұлтшылдар қолдағысы келмей кетіп қалады. Саясаттанушы Данияр Әшімбаев, жалпы қазақтар тәуелсіздік үшін
оның ішінде жаңағы тіл, жаңағы қазақтың салт дәстүрі, қазақ мәселесі бәрі бар, осы үшін күреспеген деген әңгіме айтылып жатыр. Оның айтып отырған сөзінің дәмі бар, бірақ қазақтың қанында, анау терең генасында өзінің тілі, ұлты үшін күресетін өрлік қасиет сақталған. Ол күреспеді деп айтуының жөні де бар, бірақ сол сақталған, бар. Мысалға, немістерге автономия береміз дегенде, Целиноградта қазақтар көтерілді. Колбинді алып келіп, қойғанда қазақтар 86 жыл көтерілді. Біздің қанымызда, тереңде, әр қазақтың жүрегінде бар. Көтерілу ұлттық, ол бар. Бірақ сол көтеріліс жасап, ұлт мәселесіне қозғалыс дұрыс айтады, болған жоқ. Ондай жаңағындай қазақтың барлық ұлттың жүрегінде терең қанында сақталған менен генасында, бірақ қазақ көтеріліс жасап ұлт мәселесіне Алаш ордашылардан кейін еңбек істеген жоқ. Ол дұрыс айтады. 86 жылғы біздің тәуелсіздігімізде Колбин мен Горбачевтың таласынан туды. 86 жылғы әрине желтоқсан көтерілісі себебін тигізді. Ол КСРО-ның тарауына, жаңағындай қозғалыстардың өмірге келуіне, жаңағындай демократияның КСРО-да таралуына үлкен септігін тигізді. Кенесары мырза, жалпы кезінде сіз Алматы қаласының көшелеріне қазақша атауларды беру мәселесімен көп шұғылдандыңыз. Қазіргі осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстарға көңіліңіз тола ма? Ол былай, Алматыда мысалға мен партия совет қызметінде қызмет істеген адаммын. Содан соңғы қызметім осы Алматының идеологиясын басқарған Заманбек Нұрқайыловтың кезінде. Содан мен Алматыға келгенде Алматыда бір ғана мектеп, бірде-бір мектепте қазақ тілі кабинеті жоқ. Содан мен шешім дайындап шығардым, Заманбек қол қойды. Барлық мектепте 3-4 кабинеттен орыс тілі кабинет, математика кабинет, түгел қазақ тілімен әдебиет жасап, ең күн түсетін ең жақсы кабинеттерді қазақ тілі мен әдебиетке беріп, Қазақстанда Алматыда ғана қазақ тілі деген сабақ бөліп оқытылады, ағылшын тілі сияқты. Сол шешімді шығартып бердім мен. Сол күні бүгінгі шейін сол Алматыда ең жақсы кабинеттер барлық мектепте қазақ тілі кабинеттері. Содан кейін барлығы ашылған мектептер, балабақшалардың бәрін қазақша мен ашып бердім. Барлық көшенің атауын бір-ақ күнде өзгертіп бердім, орталық. Ешкім маған өзгерт деген жоқ. Ол шешімді шығарып, орысша айтқанда опросным путем дейді. Жеке-жеке исполкомның мүшелерінің қолын қойдыртып өткіздім. Шешімі жоқ, шешім шығып қойды деп бүткіл газет журналға хабарлап, Алматы горисполком алдында митингілетіп, осы барлық көшені қазақшалатып берген мен. Барлық мектеп балабақшаны қазақшаланбай әлі тұр ғой. Енді ол енді осы күнгі басшылардан сұрау керек, менен емес. Ол кезде ақша жоқ, қиын заманда мен соны жасадым. Қазақ деген қызық халық қой. Қырылып жатқанда Лениннің гвардияшыларына бронзадан бюст, қалалардың бәрін орысша атап, жаңағы Ленинград сияқты барлығы атаудың бәрін, завод, Кировский завод, бәріне атауын большевиктердің атына беріп, орыстың атына беріп атқан дөген жоқ. Қазақшалағанда қазақтың өзі қарсы шулаған жоқ па? Ал неге орысшаладың деп айтқан жоқ сол қазақ. Енді орысшадан қазақшалап жатса, ақша жоқ деп шулаған қазақ естігенім бар. Сондықтан ол кімге кінә қоя бересің? Өзіміздің қазақтың басшылары кінәлі бұған. Бірақ осы орталық көшелер, ашылған мектептер, бір жазда мен 34 балабақша, 17 мектепті орыстан қазаққа тартып берген мен. Осы Алматыда. Бүткіл орталық көшенің бәрі бір-ақ күнде қазақшалаған мен. Оны сол шешімдерді шығарған мен опросының путем өткізіп, жеке-жеке әрбір член исполкомның қолын қойғызып. Мына Алматының айналасындағы жерлердің бәрін қазаққа бір орыс, бір ұйғыр қоспай, бүткіл қазаққа 500 мыңға учаскелердің бәрін өткізуге себепші болып, мұрындық болған адаммын мен. Сіз ғана емес шығар, Заманбек Нұрқайылов шығар енді. Зәкең енді ол кісі таптап жұмыс жасай береді ғой. Бірақ оған барлық қағазды дайындап, ұйымдастырып, соның бәрін өткізген сол шешімдерді. Оң қолымен мына мен жазғам. Ол кісінің еңбегі көп қолдағанның өзі, ол кісінің қолдардан бұрын әрине келісімін алып отырды, президенттің, жоғарғы кеңестің бәрінің. Бірақ сол келісімін алу ол кісіге
оңайға соққан жоқ. Бірақ соның бәрін ұйымдастырып, халықты митингілетіп, соның бәрін шешімдерін жазып, соның бәрін жаңағы мысалға көшенің бәрін қазақшалап қойып, шешімдер өткен жоқ, нөмірі жоқ шешімді. Ермұрат Бапи деген Егемен Қазақстанның журналисті сол кезде бірінші бетіне жазып, 91 жылы көшелердің бәрі қазақшаланды деп ол жазып, менің интервьюімді басып шығарған, шешімнің нөмірі де жоқ. Бірақ соны бүткіл халықты жинап, Заманбекке горисполкомға құттықтап басып кіріп, содан сол шешім өмірге келіп, мына орталық көшенің бәрі қазақшаланып кеткен. Бірақ күнде соны дайындап, организационный моменттер дейді ғой, ұйымдасып, соның бәрін жасап берген мына мен. Қазақ мәселесінің шешілу бағытында жасалып жатқан жұмыстарға сіздің көңіліңіз тола ма? Күн сайын біз бір позициядан екінші позицияны жоғалтып жатырмыз. Мысалы, Қазақстанда ассамблея деген ұйым бар. Ассамблея деген халық аралық ұйымдардың ұйымы деген сөз. Яғни межпарламентский ассамблея болуы мүмкін, Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясы болуы мүмкін. Білдіңіз бе? Ал бір мемлекеттің ішінде ассамблея деген болмайды. Ассамблея деген Ресейде жоқ, Татарстан, Башқұртстан, басқа автономиялар бар, о жерде ассамблея жоқ. Қытайда ассамблея жоқ. Еш мемлекетте ассамблея жоқ. Ассамблеяны біз құрамыз. Ұлт болу үшін әлемде 5000-нан артық этнос бар. Бірақ 197 ғана ұлт бар. Неге? Ана мемлекеті бар, елі бар, жері бар, ата бабасы жер тастап кеткен этнос қана, мемлекет тастап кеткен этнос қана ұлт. Сол Біріккен ұлттар ұйымына бірігеді. 60 миллион күрт та мемлекет емес, ұлт емес. 30 миллион ұйғыр да мемлекет, ұлт емес. Түсіндіңіз бе? 197 ғана ұлт бар. Соның бірі қазақ. Ата бабамыз ел, жер тастап кеткен. Сондықтан біз ұлтпыз. Қазақстанда басқа ұлт жоқ. Басқаның бәрі орысша пришельцы, қазақша келімсек, международный тілде диаспора. Біз оны көп ұлт деп отырмыз. Ұлт деп мойындасаң, оның бөлініп шығу құқығын мойындауың керек. Ертең айтады, мен ұлтпын дейді кәрістер. Сен маған 3/4 автономия бер дейді. Бітті. Мен ұлтпын дейді. Сен мен ұлт екенін мойындап отырсың дейді. Біз мойындамауымыз керек. Сен пришелец. Все. Сен ұлт болсаң, қазақ болып жазылуың керек. Мысалға, сен Кореяға көшсең, мен кәріспін дейсің. Так, сен Израильға көшсең, евреймін дейсің. Германияға көшсең, неміспін дейсің. Бұл жерде қазақпын деп неге айтпайсың? Біз орыс болса, қазақша қарсы болса, оны өсіреміз, қызмет береміз. Барлық антиказахский государствомыз. Ол жасыратын не бар? Рахмет Кенесары мырза. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.